Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай королевский ватрушка жасаймыз. Жасалу өте оңай, тез дайындалатын творожный пирог. Ең алдымен ұнымызбен 2 пачка сары майымызды араластырып аламыз. Қолмен езіп, түйіршіктер пайда болғанша онымен араластырамыз. Міне осындай бола бастаған кезде разрыхлительді қосамыз. 10 грамм болу керек шамамен. Разрыхлитель болмаса, сода қоссаңыздар да болады. Міне осындай болады. Барлығын көз мөлшермен істедім. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Дайын болғанын осылай білеміз. Бір-біріне жабысу керек дайын болған кезде. Салмасына сүзбемен 1 жұмыртқа шекерді араластырып аламыз. Болды. Енді жинаймыз. Ең алдымен жартысын салып, трамбовка жасаймыз, тығыздап. Үстіне сүзбемізді саламыз. Сүзбемізді бір тегістеп жайып шығамыз. Бетіне қалған ұнды сеуіп, қызып тұрған духовкаға 200 градуста шамамен 40-50 минут пісіріп аламыз. Міне дайын болған кезде мынандай болады. Енді салқындатып шаймен ішуге дайын. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Ұнаса, лайк басып подписка жасауды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Маржан.